10 ақпанға арналған күнделікті, нақты, сапалы жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты, бүгін сіздерде оңай табысқа сенген дұрыс емес. Алдыңызға қойған мақсаттарыңыз неғұрлым ауқымды болса, соларға жету үшін соғұрлым көп күш жұмсауға тура келеді. Оның үстіне жолда күтпеген кедергілер пайда болуы мүмкін. Тіпті қарапайым әрі танысысты қолға алсаңыз да, алдын ала болжау қиындықтарға тап болуыңыз ықтимал. Дегенмен табандылық танытқан тоқтылар мақсатына жете алады. Одақтастарды дұрыс таңдау да маңызды рөл атқарады. Көмек сұрағанда бұрын сізді бірнеше рет қолдаған адамдарға жүгінген жөн. Бірақ олардың да өз шаруалары болуы мүмкін екенін ескеріп, шамадан тыс талап қою қателік болмақ. Нені жасауға болатынын сабырмен талқылаңыз да, күткеніңіздің бәрі бірдей орындалмаса, ренжімеңіз. Ал жеке қатынастар саласында жағдай мүлде басқаша өрбиді. Мұнда жағымды үрдістер басым, сондықтан жақсы жаққа өзгерістер болуы әбден мүмкін. Сізді жақсы көретін адамдармен тіл табысу оңай болады, келіспеушіліктерге себеп аз. Күннің екінші жартысы әрі романтикалық кездесу, әрі достармен жүздесу үшін қолайлы. Торпақ күн жаман емес, бірақ сақтық пен шыдамдылықты талап етеді. Оңай жетістікке үміттену тым өзіне сенушілік болар еді. Алайда істерді бірізді, асықпай атқарсаңыз, жақсы нәтижелерге қол жеткізесіз. Кейбір торпақтар бұрын бәрін тығырыққа тіреген мәселелерді дер кезінде ұсақ түйекке мән беруінің арқасында шешеді. Күннің басында жұмыс мәселелерін өз күшіңізге сүйеніп шешуге тырысыңыз. Әріптестермен тіл табысу ойлағаныңыздан қиындау болуы мүмкін, басшылықпен де пікірталастар туындауы ғажап емес. Бірақ біртіндеп жағдай жақсарады да, сәл кейінірек бәрін келісіммен шешуге болатыны анықталады. Артық жүктемеден қашыңыз, демалуға уақыт қалатындай етіп күнді жоспарлаңыз. Эмоциялық күйіңізге назар аударыңыз. Көңілді, өмірсүйгіш адамдармен көбірек араласқан жөн, ал көңілсіз жандардан аулақ жүрген дұрыс, өйткені бүгін сіз өзгелердің көңіл күйіне ерекше сезімтал болуыңыз мүмкін. Егіздер, бұл күн күрделі, ауқымды жобаларды бастауға немесе жалғыз өзіңіз атқаруыңыз керек маңызды істерге кірісуге ең қолайлы емес. Күтпеген қиындықтар, жағымсыз кідірістер, сәтсіз сәйкестіктер кедергі келтіруі ықтимал. Егер кейінге қалдыру мүмкін болмаса, артық асықпай, бір қадамнан кейін бір қадам жасап әрекет етіңіз, тез нәтиже шығады деп күтпеңіз. Сабыр сақтаңыз, оқиғаларды жеделдетпеңіз әрі табанды болыңыз, сонда бәрі сәтті шығуы мүмкін. Шығармашылық тапсырмалар бүгін егіздерге әдеттегіден қиынырақ берілуі ықтимал. Ал айналаңыздағылар сізден тың идеялар мен күтпеген шабыт күтеді. Мұндайда өзіңізді тыңдаған дұрыс, бөгденің пікіріне еріп кетсеңіз, қақпанға түсуіңіз мүмкін. Таңертең әлсіздеу болған жағымды үрдістердің ықпалы уақыт өте күшейеді. Сондықтан мүмкіндік болса, ең маңызды істерді күннің екінші жартысына жоспарлаңыз. Шаян, егер біраздан бері қызықты бір істі бастауға ниеттеніп, бірақ батылдық жетпей жүрсе, дәл қазір әрекет ететін уақыт келді. Бүгін жұлдыздар сізді қолдайды, сол себепті табысқа күткеннен де тез жетуіңіз мүмкін. Әсіресе адамдарды түсіну, ортақ мүдде табу және өзара тиімді келісімге келу маңызды болатын салаларда айтарлықтай жетістіктер күтіледі. Маңызды кездесулерге баратын шаяндарға интуиция, дұрыс мінез құлықты таңдауға және нанымды дәлелдер табуға көмектеседі. Сіз үшін пікірі маңызды адамдарға жақсы әсер қалдырасыз. Ұзақ мерзімді ынтымақтастық туралы келісімге келу немесе жұмыс ұсыныстарын алуда ықтимал. Қаржы саласында да жағымды үрдістер басым болады. Тиімді мәмілелер мен сатып алулар ақша түсімдері мүмкін. Үйге қатысты кейбір мәселелер, тұрмыстық қиындықтар тууы ықтимал. Күнделікті шаруалар әдеттегіден көбірек уақыт пен күш алуы мүмкін. Дегенмен жақындарыңыздың көмегіне сенуге болады, бәрін жалғыз атқаруға тура келмей. Арыстан, табандылық танытыңыз. Онсыз бүгін көздеген нәтижелерге жету қиын. Бұл жолы болғыштыққа немесе сәтті кездейсоқтыққа сенетін күн емес. Бірақ күш-жігер жұмсап бастаған істі жарты жолда тастамасаңыз, бәрі ойдағыдай болады. Іскерлік келіссөздер, болашақ ынтымақтастық шарттарын талқылау үшін күн қолайлы.
Кейбір арыстандар жаңа серіктестер табуы немесе ықпалды адамдармен бірлескен әрекеттер туралы келісуі мүмкін. Қаржы мәселелерін шешуде де жақсы нәтиже көрсетесіз, өйткені иллюзияға берілмей, жағдайды және өз мүмкіндіктеріңізді шынайы бағалайсыз. Ақшаны тәуекелге тігуді, күмәнді мәмілелерді немесе қажетсіз нәрселерге шамадан тыс шығындануды қаламайсыз. Жақындармен қарым-қатынас әрдайым тегіс бола бермейді. Маңызды мәселелерде түсіністікпен қолдау табасыз, алайда ұсақ-түйекте келіспеушіліктер болуы мүмкін. Сіз барынша сабырлы әрі әдепті болуға тырысасыз, бұл өткір тұстарды жұмсартып, үлкен жанжалдан сақтайды. Бикеш сізді сәтті күн күтіп тұр. Таңертеңнен-ақ жағымды үрдістердің ықпалы сезіліп, барлық істе жұлдыздардың қолдауына сенуге болады. Бұрын сәтсіздікке ұшыраған жерде табысқа жету, ескі қателіктерді түзету мүмкіндігі туады. Дұрыс шешім қабылдау үшін ешкімнің кеңесі қажет болмайды. Жаңа жағдайда бағдар тауып, қалай әрекет ету керегін өзіңіз-ақ түсінесіз. Жоспарларыңызды қайта қарап, басымдықтарды жаңаша қоюыңыз мүмкін. Мәселен, кейбір бикештер соңғы уақытта жұмысқа тым көп уақыт бөліп, жеке қатынастардағы маңызды жайттарды назардан тыс қалдырғанын аңғарады. Іскерлік салада жаңа қызығушылықтар пайда болуы немесе мансабыңыздың келесі кезеңінің бастамасына айналатын ынтымақтастық ұсыныстары түсуі ықтимал. Көптеген бикештер интуициясының арқасында өмірлерінде елеулі өзгерістердің таяп қалғанын сезеді. Бірақ бұл оларды алаңдатпайды. Керісінше, дұрыс көңіл күйге еніп, жаңа бағыттағы алғашқы қадамды дер кезінде жасайды. Таразы бүгін бәрі бірдей оңай бола қоймайды. Егер маңызды бір істі аяқтауды жоспарласаңыз, күш жұмсап, табандылық танытуға дайын болыңыз. Сіз сенген адамдар барлық жағдайда көмектесе алмауы мүмкін. Кейбір күрделі мәселелерді өзіңіз жалғыз шешуге тура келеді. Алайда қиындықтан қорықпасаңыз, нәтижеге жету ықтималдығы жоғары. Кәсіби табысқа ұмтылып, жұмыстағы орнын нығайтқысы келетін таразыларға істе бастама көтерген дұрыс. Бүгінгі әрекеттеріңізді көпшілік мұқият бақылап отырғанын ескеріңіз. Егер қателікке жол бермесеңіз, жақын арада жаңа одақтастар табуыңыз мүмкін. Олардың арасында ықпалды жандарда болуы ғажап емес. Күн бұрыннан таныс адамдармен араласу үшін қолайлы. Бұл іскерлік салаға да, жеке қарым-қатынастарға да қатысты. Ал жақында ғана танысқан адамдармен тіл табысу қиындау болуы мүмкін. Көп таразыларға жаңа таныстар жайлы дұрыс пікір қалыптастыру оңайға соқпайды. Сары шаян. Күннің бірінші жартысын барынша нәтижелі өткізуге тырысыңыз. Бұл кезең көптеген жағынан қолайлы, сондықтан оны маңызды істерге және күрделі мәселелерді шешуге арнаған жөн. Келіссөздер сәтті өтеді, тіпті табысқа сенбеген кездесулердің өзі оң нәтижемен аяқталуы мүмкін. Болашақ серіктестермен және одақтастармен ортақ тіл табу оңай болады. Тіпті бұрын қарсыластарыңызды қолдаған адамдарды да өз жағыңызға тарта аласыз. Алайда уақыт өте жағымды үрдістердің ықпалы әлсірей бастайды. Күннің екінші жартысында істерде кідірістер, құжат рәсімдеуде қателіктер болуы ықтимал. Әріптестермен және басшылықпен болмашы келіспеушіліктер, жұмысқа қатысты даулар тууы мүмкін. Ал жеке қарым-қатынастар күні бойы үйлесімді өрбиді. Интуицияңызға сүйене отырып, жақын адамдарды жарты сөзден-ақ түсінесіз. Жағымды таныстықтар болуы мүмкін, жаңа романтикалық сезімнің басталуы да жоққа шығарылмайды. Отбасылы сары шаяндарды жақындарының біріне қатысты жақсы жаңалықтар күтеді. Мерген көп нәрсе ойдағыдай жүзеге асады, кейбір күрделі істерді тіпті күткеннен де тезірек атқарасыз. Жұмысқа қатысты маңызды сұрақтарға жылдам жауап табасыз. Кейбір мергендер кәсіби жоспарларын өзгерту уақыты келгенін түсініп, жаңа бағытта қадам жасай бастайды. Кәсіби шараларға қатысқан, идеялармен бөліскен немесе жетістіктері туралы айтқан жандардың жаңа одақтастар табуға мүмкіндігі жоғары. Бұл күні басталған іскерлік қарым-қатынастар кейін романтикалық сипат алуы мүмкін. Сіз оқиғаны жеделдетпейсіз, бұл дұрыс шешім болады. Дәл осы сабырлылық түсінбеушіліктер мен ыңғайсыз жағдайлардың алдын алуға көмектеседі. Жалпы алғанда күн жеке қатынастар тұрғысынан қолайлы, жақындармен араласу мергендерге қуаныш сыйлайды. Бұрыннан келе жатқан отбасылық мәселелерді шешуге, соңғы кезде мазалаған жағымсыз жағдайлардан шығудың жолын табуға мүмкіндік туады.
Тәуешкі пайдалы, әсіресе күрделі әрі маңызды істер үшін қолайлы күн. Егер бәрін жалғыз атқара алмаймын деп уайымдасаңыз, алаңдамаңыз. Тез арада одақтастар мен көмекшілер табылады. Тіпті мүлде күтпеген адамдар да қолдау көрсетуі мүмкін. Айқын түрде аулақ болу керек нәрсе асығыстық. Мақсатқа артық жеделдетусіз әр қадамыңызды мұқият ойластыра отырып жеткен жөн. Бұл қателіктерден, жалған қадамдардан және орынсыз шығындардан сақтайды. Қаржы жағынан күн сәтті болады. Бюджетті жоспарлауға, болашақ сатып алуларды ойластыруға және табысты арттыру жолдарын қарастыруға қолайлы уақыт. Аздаған ақша түсімі де мүмкін. Ал жеке қарым-қатынастарда қиындықтар туындауы ықтимал, кейде жақындармен ортақ тіл табу оңай болмайды. Тіпті ең бейкүнә ескертпелеріміздің өзі сезімтал адамдарға екі-үшті немесе ренжітетіндей көрінуі мүмкін. Сондықтан сізге қымбат жандармен ерекше әдепті болуға тырысыңыз. Су құйғыш сізді жақсы танитын адамдардың кеңесіне мұқият құлақ асқан жөн. Бүгін кейбір су құйғыштарға қалыптасқан жағдайды өз бетімен бағалау, байыпты шешім қабылдау қиынға соғады. Белгі өкілдері негізсіз тәуекелге баруы, ойланбай әрекет етуі, немесе күмәнді мәмілелер жасауы мүмкін. Эмоцияның жетегінде маңызды сөз айтып немесе шешім қабылдамауға тырысыңыз, асығыс қадамдардан аулақ болыңыз. Ақылға жүгініңіз, иллюзияға берілмеңіз және жұлдыздардың шексіз қолдауына сенбеңіз. Егер парасатты әрекет етсеңіз, бәрі сәтті аяқталады. Жұмыс пен қаржы тұрғысынан күн аса қолайлы емес, ал жеке қарым-қатынастарда жағымды үрдістер басым болады. Соңғы уақытта жақындармен тіл табысу қиын болса, бүгін келісімге келуге, маңызды мәселелер бойынша ортақ шешім табуға мүмкіндік туады. Романтика мен жарқын эмоциялар жетіспей жүрген суқұйғыштарды жағымды тосынсыйлар күтуі мүмкін. Балықтар, егер бұл күнге маңызды іс жоспарласаңыз, оны таңертеңнен бастап қолға алыңыз. Бастапқыда өте күшті болатын жағымды үрдістердің ықпалы уақыт өте бәсеңдейді. Сондықтан жұлдыздардың қолдауын барынша тиімді пайдаланыңыз. Ұйымдастыруға қатысты мәселелерді шешуге, маңызды құжаттарды рәсімдеуге, ынтымақтастық туралы келісім-шарттарға қол қоюға болады. Ерекше маңызды әрі болашағы зор жобаларға байланысты жұмыс кездесулері сәтті өтеді. Өте тартымды ынтымақтастық ұсыныстарын алуда мүмкін. Күннің екінші жартысында шоғырлану қиындайды. Көп балықтарға шаршау бұрын басталған істерді аяқтауға кедергі келтіреді. Жұмыста да, үйде де келіспеушіліктер туындауы ықтимал, әрдайым бейбітшілік сақтау үшін ымыраға келгіңіз келе бермеуі мүмкін. Ең жақын адамыңызбен қарым-қатынаста қиындықтар болуы ықтимал, олардың себебі негізсіз күдік немесе қызғаныш болуы мүмкін. Мұндай сәттерде жағдайды мүмкіндігінше тезірек анықтап, мазалағанның бәрін ашық айтып, шынайы әңгімелесу өте маңызды.